Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Айдос, ол баяғы Айдос, қайта оралдық. Бүгін біз қайдамыз? Алматы облысы Жетіген деген станцияға келдік. Мінекей өте қарапайым, кішігірім станция екен. Мен бұл жерде электровоз жүретін сондай станция ма деп ойлап келсем, бұл жақта электровоз жоқ екен. Сөйтсем, Алматы бірден шығысқа қарай ешқандай электровоздар жүрмейді. Қазір енді сәл уақыттан кейін Алматыға қайтатын болам. Жай емес, Тальго пойызымен Алматыға қайтқалы жатырмын. 31-ші Павлодар Алматы пойызымен. Мінекей. Қазір сол вокзалда пойыз күтіп тұрмын. Біздің Түркістанда жүретін ТЭП 33А тепловоздар бияқпен жүреді екен. Бір-екеуін көріп қалдым жолда. Түркістан сияқты станция екен. Түркістаннан кішкентай енді. Ауылдық жер. Бірақ болашақта бұл жер мегаполис болады, 2 миллион адам тұратын қала болады дейді. Оны көреміз енді. Астана сияқты болатын шығар, Астанада осындай жердің салынды ғой негізі. Лайк басып, ана тіркеліп отырыңыздар, кішкене қызық блог болады. Вау, алыстан мен мұңдап тепловоздың дауысы естіліп жатыр. Мінекей пойыздың дауысы келіп жатыр. Жетіген. Жетіген деген киелі аспап қой негізі дей ма? Жетіген деген негізі аспап негізі. Сол аспаптың атына берілген ба деп қоям. Бұл жердің тарихын қатты білмеймін негізі ше. Әйтеуір бұрынғы аты Николаев екенін білемін. Сосын Алатау деген қала құрылып отқанын білемін, қатты білмеймін. Ал құрметті көрермендер, тарихи сәт, мен Тұлпар Тальго вагонының ішіндемін. Мінекей 5-ші қай вагон? Ұмытып қалдым вагон екен. Сол вагонның жол серігіне билетті көрсетіп вагонға жайғастым. Бұйырса 1,5 сағатта Алматы қаласында болады екенбіз. Алматы 1-де, бұдан кейін ары қарай Алматы 2-ге барады екен. Мына сәтті біраз күтіп едім, бірден орындала қалды. Сөйтіп қазір Тұлпар Тальгомен алғашқы саяхатымызды жасайтын боламыз. Жетігеннен Алматыға дейін, немесе Алатаудан Алматыға дейін. Ал бісміллә деп Жетігеннен жүріп жатырмыз. Қазір Жетіген деген ғимаратты көрсетейін. Өтіп кетіппіз. Солай опшын. Алматыға дейін жолда ешқандай станцияға тоқтамайды. Тоқтағанда Алматы 1-ге барады, одан кейін Алматы 2-ге барады. Сондай екен. Жетігенге мен қоғамдық көлікпен келдім. 220 деген көлік осы жерге дейін барады екен. Сөйтіп кешігіп кетті. Қоғамдық көлік қашанға шейін жүреді деген ой болды. Сонымен осы пойыз таңдадым. Бұл жерге енді бір белгілі бір себептермен келдім. Жетіген деген жерге, Алатау қаласына. Алатау деген қала бар ма еді деп жатсыздар ма? Ондай қала бар. Президентіміздің жарлығы бойынша осы Жетіген және Жетіген округіне қарасты және де Талғар ауданына қарасты біраз жерлерді бөліп дербес Алатау деген қала құрды. Құрметті көрермендер, кетіп қалмаймыз, жалғастырамыз. Алматыға дейін әлі біраз нәрсе түсіреміз. Ресторан вагон, біраз нәрселерді түсіремін. Ол жағын уайымдамаңыздар. Ал жалғастырамыз. Бұл жай ғана қол жуатын бөлме екен. Мынандай кішігірім. Мерде жол серіктің сүзетін заттары. Мынау ашылатын заттар. Өмірімде бірінші Тальгоның туалет емес, енді қол жуатын жерімдемін. Мінекей Алматы. Көрермендер, өзім бетіме қаратып қойын камераны. Ал
бойым и бойымнан сәл ғана. Менің бойым 1.78 ба сондай. Мынау енді 2 метрдің жобасы ол. Көлем мынаны қараңыздар, қандай? Бір жарты метр жоғалайды. Мынау сол жаңағыдегі біз кірген қол жуатын бөлме. Кеттік басқа вагондарды көрейік. Қазір ғана ресторан вагонынан келе жатырмын. Өкінішке орай ол жақтағылар болмайды деді. Соңғы станцияға жақындағанда ресторан вагондарда өзінің қызметін аяқтай бастайды. Жаңа жинастырып бәрін. Сол барсам жинастырып тастапты, сонымен ресторан вагонға кіре алмадым. Жалмайды екен, баш айта берейін. Пойыз өте жақсы екен. 5 вагонын көріп тастадым. Сіздерге түсірген үшін түсіріп жатырмын. Мен баратын жерім ұзақ емес болғандықтан пойыз жолда ешқандай тоқтамайды. Блокта ұзақ болмайды. Бір күн жүріп артқан жоқпын. Сол себепті осындай кішігірім ерекше форматты блог болады. Сол себепті арнаға тіркеліп қолдау білдіріңіздер. Соңғы блог 1,5 айдан кейін бірақ шықты. Түсірілімнен кейін бұл блог бұндай ұзақ болмайды. Түсірем, бір 2-3 күнде саламын. Өйткені Алматыдамын, байланыс жақсы. Бейнені жүктеу ұзаққа созылмайды, ешқандай ошибка болмайды. Менің өмірімде анау жаңалық жоқ, сол Алматы қаласындамын әзірге. Осындай пойыз жайлы блогтарды әлі де түсіріп жүрмін. Бірақ вокзалға барып емес, бүгінгі блогта кездейсоқ болды. Негізі жоспарламадым. Барам, жетігінге барам деп. Күнің түссе барады екенсің айтады. Кеттік ал. Сосын байқағаным барлық вагонда мынандай бар екен. Мынандай мынандай. Барлық вагонда таза сумен қамтамасыз етілген. Қазір мынау Алматыға жақындап қалғасын, босатып тастаған, бос емес, су жоқ. Мінекей, мынандай стакан береді екен. Осыған құйып өзің ішеді екенсің. Мен енді 1,5 сағат жол болғандықтан маған ешқандай көрпе, пастель ештеңе қарастырылмаған. Жай отырып барам астыңғы орында. Қазір өзім орнымды көрсетейін. Ана өткенде ештеңе жоқ, бірақ көрсетемін. Кеп қалдық вагонымызға да. Кеттік ал. Ал, құрметті достар, бағана жатын орын болып тұрған мына жер. Қазір мынандай отыратын орын болды. Мынандай жолсерік вагон жинастырып жатыр. Мен билетім ешқандай не кірмеген, жатын орын кірмегендіктен осындай отыратын қылып берді. Ыңғайлы екен. Алматының аумағына келіп қалды ғой деймін. Жүк вагондар, жарықтар көбейіп жатыр бара-бара. Екі вагон осындай. Мына жерде негізі біреу, 2 жатын орын бар. Анау төбесінде жүк қоятын орын бар екен. Білмеймін, мен сумкаларымды әкелсем мына жерге по-любому сыймайтын сияқты, менікі үлкен ғой. Мынау айна. Мінекей, осындай әдемі айна бар екен. Мына жерде өзі ашылады. Мінекей. Мынау менің заттарым, сумкам. Мынау менің сырт киімім. Мынау түсінген бойынша көтерілетін екен, баспалдақ. Іші кішігірім екен. Бірандай үлкен бір заттарды алып кетуге арналмаған. Қарапайым, бір қаладан бір қалаға фу кетіп бара салғанға әдемі екен. Андай шағын ғана заттармен, мысалы мынандай, мысалы, одан да шағындау бір заттармен барсам болады. Ал үлкен сумкамен бұның ішінде жүру ыңғайсыз екен. Жүргенде қоюда, аңғарсаң. Астынан де ғана міне. Менің сумкам сыймайды мысалы нерге ше. Түркістаннан әкелген сумка. Мына орынға да сыймайды. Біз қайдамыз өзі? Алматыға несіне кірдік аумағына да, бірақ жай жүріп қалдық. Бағана жақсы жылдамдықпен келаттық. Жетігінен шыққан кезде қазір жай келе жатыр. Алматы бірге дейін. Қазір біраз бар екен әлі. Енді дұрыс, елді мекеннің арасымен жүрген кезде сәл жылдамдықты азайту керек. Ереже бар сондай негізі. Оның үстіне Алматыға да кірдік. Алматының ішіндеміз, сол себепті. Қарап встречка пойыздарда көп. Сол себепті әдейі жай жүріп жатыр. Жатын орын болып тұрған негізін айыры. Осындай болып қалғанға. Бұлай жинап қойсақ, іші кең екен ше. Бірінші Алматыға келіп жатырмыз. Бірінші Алматыға. Мен бірақ баратын жерім екінші Алматы. Екінші Алматыдан түсем, ары қарай метроға мінем. Ары қарай өзімнің
Политехме барам. Мынакта ойбай. Ештеңе жоқ, анда анау айтқандай. Қазір камераны былай ауыстырайын, сосын Алматы бір көрсетсем. Алматы бірді соңғы рет қашан көрсетемін? Біраз болды көрсетіп сіздерге. Жалпы видео сүрмегелі біраз болды. 5-ші орынды алдық. Пока ештеңе көрінбейді. Келдік Алматы бірге. Мынау не пойыз? Біз қай жолға келіп жатырмыз сонда? Так, анау бірінші жол тұрса, екінші жол тұрса, біз үшінші орынға тоқтап отырмыз. Жоқ, анау не екен? Иә, почта вагондар екен. Әшін орналасып отыр екен. Екінші орынға, то есть екінші жолға қабылдап жатырмыз. Жоқ, екі емес, үшке барады екенбіз. Міне бірінші Алматы әп-әдемі болып тұр. Ақтөбенің пойыз тұр ғой nerede? Қателеспесем 34-ші пойыз болу керек анау. Ақтөбеден келіп тұр, өйткені электровоз тұр ғой бас жағында. Ақтөбе жақтан келген көрініп тұр. Оппо, мына бір легенда тұр ғой. Ана легенданы көрініп тұр ма? Алматы Қапшағай. Электричка. Кішкентай ғана. Бұның билеттері арзандау. Бір не ағанда осығанда билет аламын. Ішінде адам бар екен. Қазір түсіп балкон сыртын көрсетейін. Қызық болсын. Let's go, біз келдік ал. Алматы бірдеміз. Күн жылы бізде көктем болады ғой. Түркістанның ауа райы ғой. Нақтың ауа райы ше. Суық бола ма деп. Кәдімгі қарапайым тальго көріп жүрген, бірақ тальгомен мен еш жаққа жүріп көрмегем да былай. Ішіне кірген базар жоқ та. Кіріп видеоға түсіргем, бірақ тальгомен еш жаққа қатынап көрмегем да. Өмірімде бірінші рет қатынап тұрмын. Жетігінен Алматыға. Алматы кешін таганса барам мен. Түспеймін. Алматы бірде тұрмыз ғой. Алматы бірде қанша минут тұрғын айтайын ба? 40 минут тұрады екен. Уай бұл. Бір ұйықтап аламыз ба, не істейміз? Негізі алыс емес арасы Алматы мен Жетігеннің арасы. Бірақ пойыздың өзінің жылдамдығы бар, несі бар әйтеуір. Жай барады ғой. Мен вагонда адам қамалап ғой. Оппа! Орнымызға отырайық. Есікті жауып алайық. Қалай қойын ба? Қалай қойын? Хоп, камерамды айналдырып алдым. Осындай күшті екен. Бұлай аяқ созуға жақсы екен, бірақ өзің болсын жақсы екен да, қасында адамдар болса, адамдарға ыңғайсыз ғой, мені отсаң. Осындай биіктігі де қатты емес. Әп-әдемі екен.
Оппа, жалғастырайық. Алматы бірде тұрмыз. Біраз уақыт тұрады екенбіз. Жаңа айттым, 40 минутта деді. Сонымен сол пойыз жайлы бір әңгіме айтып тастайық. Бір әңгіме айтпағалы да біраз болыпты. Ешкім жоқ бөлмеде, сол жолсерік сыртта. Өзімізден өзіміз бір чай ішіп отырып әңгіме айтайық. Шашым просто мынаны көп кигесін бүйтіп басылып қалады да. Сосын оны бүйтіп ашып прическаға келтіріп қоямын. Нормально. Пойыздың несі жақсы екен, качество бары керемет екен. Мен бірақ басқа құрам келеді деп ойлағам. Алматы Павлодарда бұған дейін басқа бір құрам қатынаған. Ол құрам 3-4-ші Алматы Астана пойыз білесіздер ғой, оны түсіргем. Сол құраммен бірдей болғанда, мен сондай құрам келеді деп күткем. И күткен болмады, бірақ сонда да Тальго әйтеуір главный. И осы құрам келді. Бұл құрам кәдімгі стандарттық Испаниямен бірлесіп істелген құрам. Сол жаңадан шыққан құрамдарға қарағанда бұл сәл ескілеу да. Ал ескілеу шыққанға қарағанда бұл сәл новыйлау, стандартты. Тальго бұндай құрамдарды мен жатқа білен деп айта аламын. Бәрі Қазақстанда жасалған. Осы 2010-нан кейін осылардың көбісі жасалғандар. Өте керемет. Ішінде Wi-Fi бар, ішінде кондиционері бар, бұлайша барлығы бар. Бұған дейінгі мінген жолаушылардың төсектері, сыртынетіні бәрі жинақ қой. Мынандай жинақ қазір көрсін. Осындай жинақ. Бұл пойыз ешқандай фирмалық бағытқа жатпайды. Коммерциялық пойыз, бірақ ешқандай фирмалық бағытқа жатпайтын болғандықтан бұл пойыз ешқандай жинақ берілмейді. Кофе ішетін, ондай жоқ екен. Менің даже жинағыма ештеңе кірмейді. Отыратын орын менікі. Коммерциялық пойыз болғасын ба, билеттері әжептәуір қымбаттау екен. 1000-ның үстінде алдым билетті. Или шындықты айтсалайын ба? Шындық былай ғой, короче. Аға, Алматыға дейін қанша дейсің? Айтады, 1000 дейді, болды. Ол бүкіл Қазақстандағы бар жүйе, оны жасырудың қажеті жоқ. Жасырып несін айтамыз? Бар нәрсе ғой, бүкіл Қазақстанда бар ондай нәрсе. Бір пойызда адамнан теңге сұрамайды. Міне бер сиясын дейді да, мінгізе салады. Енді мен енді қанша жерден неғасын енді бердім. Жасырмайды. Басқа не айтамыз? Басқа сол. Ұзақ жолға шыққанға емес, жай бір жерден бір жерге қатынағанға күшті удобно екен да, бүйтіп. Отырып бүйтіп барасында. Ал Алматыдан мысалы Оралға, Алматыдан Атырауға, Алматыдан Түркістанға ондайға арналмаған екен, байқадым. Өйткені біз қазақтан андаймыз ғой, бір жаққа шықсақ толтырып жүк аламыз ғой. Біраз уақыт өмір сүрген жаққа баратқан сияқты. Толтырып жүк аламыз и сөйтіп толтырып барамыз ғой вагонда. Бұда ондай жүк қоятын орындар өте аз. Аз болған үшін тар. Мысалы менің үлкен сумкам наверное бір жерге сыймайды ғой. Астына да сыймайды, үстіне де сыймайды. Енді ойлаңыз енді. Сол себепті Тальгоға мінген адам ретінде сіздерге кеңес айтайын. Тальгоға мінсеңіздер, көп зат алмаңыздар. Тек бір-екі қарапайым мынандай жеңіл сөмке и осындай бір пакет, тамақ сондай алыңыздар. Үлкен сумка алсаңыздар, орналастырмайсыздар. Бұл стандарт Тальгоға қатысты. Мен енді басқа Тальго жайлы айтқан бар блогтарда. Ол Тальголардың іші сәл кеңдеу деп естігем. Ол Тальголарда мүмкін сізге жүгіңізді бір қоятын жер тауып беру мүмкін. Бірақ мына жерде айта алмаймын. Мысалы бір іс-сапарға шыққанда мінетін пойыз осы деп айтуға болады. Пойызға берер бағам 10-нан 9 деген баға берейін. Барлық жағдай керемет. Мін жоқ десем болады. Мін ол бағаның қымбаттығы өте қымбат. Оның үстіне уже Тальго пойыздардың Қазақстандағы дәуірі де кетіп бара жатыр жылдан жылға. Тальго алатындарды көп кездестірмеймін. Мен таныстарым көбісі қарапайым пойыз алады. Неге екенін білмеймін. Мен де өзім мысалы Тальгоға аласың ба десе, мен айтамын Тальгоға емес, осындай кәдімгі обычный пойыз аламын деп айтамын. Сол блог жалғасады, Алматы 2-ден түсеміз, Алматы 2-де блогты аяқтаймыз. Әзірге енді құротпай осындай бірдеңелер жүргізіп, сіздерге түсіндірме берейін деген ниет.
лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Осындай қолым босап жатқан кезде блог жүргізіп тұрамын. Әйтпесе біздің сабақтар қиын, сабақтан қолым тимейді. Мен қақтайға оқитынымды білесіздер. Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті Политех. Жалғастырамыз. Көрсететін не қалды енді? Әжетханалардың біреуіне кіре алмадым. Барлығы жабық. Білмеймін не екен. Мүмкіндік болып отырса әжетханасын көрсетемін. Әжетханасын мен кіргем негізі. Көрсеткем сіздерге, қателеспесем бір блогтарда. Кішігірім ғана, былай тұрып отырасың. Бірақ люкс деген вагондар бар. Сол вагондарда душ бар деп естігем. Бірақ өкінішке орай менің классым люкс емес, қарапайым класс. Келесі жолы көрсетемін. Және сонымен қатар бір айтатын нәрсе, неге тұлпар ойбай. Талго кетіп жатырмын. Кімді айтсаң сол келеді, талго деп отырмын, талгоның өзі келіп тұрмын жанынан. Неге бейт алу керексіздер? Бұл жердегі ең керемет ерекшелік бар, ол тазалық. Кіргеннен таза қылып бір қыл көрмейсің ғой. Жолдың бәрі кілем, бәрі керемет ше. Негізі соның әсерінен деп ойлаймын, кішкене билеттің де қымбаттығы. Кәдімгі таза ғой. Жол серіктері пол жумайды бұяқта. Полдық присутствует бро. Бәрі кілемнен бәрі. Вагоның бар. Кілемнен бар. Аяқ киім шешпейді, отыра бересің. Таза. Және де барлық вагонда тоққа тығатын тесіктер бар. Розетка дейікші. Сондай бар. Барлық вагондары өте керемет, тиянақты. Бірақ мен мінді жерлерін айттым. Сосын мынау башы жиналмай ма? Нені? Қара. Қайттан құлаққа отырмын. Бопты бір ұсыныстар болса пікірге қалдырыңыздар. Мынаны түр мен қолымнан келгенше түсіріп көрем. Алдында бір оқырман сұрап еді, Қапшағайға баршы деп. Сол Қапшағайға барып қайтамын деп қоямын. Қапшағайда не бар, бірақ мен танысым жоқ қоқта. Бар айтпашы, танысым, я. Бүгін келіншек деп Алматы бірден жүріп жатыр. Қазір 15 минутта ма, 20 минутта ма Алматы бірде болады екенбіз. Так, жоқ, 19 минутта болады екенбіз. Ровно есептесек та. Неки? Петролиум дейді. Мұнай. Қазақстанның байлығы етіп батырған аяқта. Бір қызық не? Сөйт ұстамайған қалай кетті. Бағана отырым. Сөйт ұстамайды. Ютубқа видео салайын десем. По сути, бағана көрініс. Просто кері қарай лайын аламыз. И есік мына беттен ашылады, короче. Сондай бір қызық болады. Қазір көреміз. Дым жоқ басқа, ой. Аяқ көтеріп қойып жатырмыз ғой. Мынау қызық екен мынау ше. Қараңыз, ет жиналмайды. Тұра береді өйстіп. Бір жиналып бүйтіп нәрге бүйтіп қыжық етіп кіріп кететін бір нәрсе болса, базар жоқ түсінесің да. Аны түсінбедім мен ше. Или бүйтіп дастархан ашылып кетсе әдемі болады да. Түсінбедім енді. Не нәрсе болған түсінікті ғой не екен, бірақ сәл креатив қосып түрлендірсе әдемі нәрсе шығатын еді да. Осы жерін ұстамадым боғыла, аяғымды ұрып шының кеп отыр осыған. Бүйтіп қойып жатсың ғой, короче. Жастық жоқ, курткам жастық болды. Шыдан қалан көреміз да. Март түркісіп дейді. Походу мен осы Алматы бір мен Алматының арасында түсірдім. Түсірдім, я. Немен Тұран экспресспен түсірдім ғой. Бұлай түсірсем қалай? Негізі дым көрінбейді түнде ол машинаның светінен басқа. Бұл үйлердің жарығынан басқа. Ол қарап отқанда да қызық емес. Әңгіме айтып отырайық та. Қазір тоқта, 1-2-3. Влогта мортым өсіп кеткен ба? Кәдімгі атыр кішкене безеу не болып тұр ше, соны ретте келтіру керек. Жазда влогта түсірген кезде кішкене сүп-сүйкенді болып, реңді болып түсейші. Бұрынғыдай томпақ емеспін, томпақпын деп ұялатын едім, түрін көрсетуге. Қазір жақсы бәрі. Сол Алматы 2-ден жалғастырам қазір. Жата берсем де не қып кетеді да, болмай кетеді да. Кішкене түсірейін, көрермендер көрсін деп не жатқаным ғой. Осы вагон Талго деген осы екен. Бұйырса бір жаққа барсам осымен барам енді. Іс-сапарға барсам да, қыдырып емес. Андай не емес, көшіп емес, іс-сапарға барсам осымен барам. Не бір толтырып зат салатын болсам, чемоданмен баратын болсам, кәдімгі пойыз жақсы негізі.
кәдімгі сақырлап қалған пойызымыз жақсы. Кәдімгі былай жатып барғанға, неғанға, әшейін барғанға жақсы екен да, сапармен барғанға. Солай. Армандар орындалады, Алматыдамын. Кеше ғана өйстіп первашып келем Алматыға. Мә армандар орындалады деп. Ақтамын, нағыз бақыт Түркістанда екен. Нормально келдік, жақсы пойыз екен. Құрметті көрермендер, мен айтқан пікірлерді жадыңызға сақтап қойыңыз. Ертең жолға шығатын болсаңыз, менің блогымды көріп шығыңыз. Лайфхак, анау-мынау, фишка, мишка бәрін айтам. Фишка, асық, сулифа бәрін айтып шығамын, короче. Алматының ауа райы, мен наушнигім мен. Сумкамда екен, я. Алматыда қазір қар жоқ, қыстың ортасында, бел ортасына асып кеттік. Қарым мүлдем жоқ, міне. Айтып тұрмын, бұл жақтың ауа райы Түркістан болып отыр, Түркістанда осындай болып тұрады негізі. Қыста. Қасымызда Алматы Саратов пойызы. Қазір Алматы 2-нің вокзалын көрсетсем, ары қарай осы жерден блокты аяқтайды. Ойбо, электровоз. Долдап тұр ғой. Баскетбол деген легендарный болды. Осын киіп шығамайдыр, пойызға мінсе болды. Nerede шығатын жер бар ма? Қазір ғимараттың ішімен шығам қазір. Как будто бір Астанадан кеткен сияқты болып тұрмын ба? Түркістаннан кеткен сияқты. Жоқ, енді отырған жетігеннен келдім ғой. Просто маршрут тоқтап қала ма деп ойлап пойызға келе салдым. Жетігенге деп тұрса. Тірліктерім, ой ба. Біреу сүйісіп отыр. Бәрін айтып берсең, ана не бар ғой, цитата ма? Вокзал видел много поцелуев, чем ЗАГС дейма не дейді. Сондай өте біреулер сүйісіп отыр. Бірақ нормально ғой сүйіскі, бірақ аналарды жаман да, кәдімгі жаман сүйісіп отыр да. Қоя өйді өшік етпей қояқ, нормально. Ал, блогты осы жерден аяқтаймын. Сіздермен бірге болған мен Айдос. Осындай керемет теміржол жайлы блогтарды көргілеріңіз келсе, арна қолдау білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Жалпы мені қолдай кетіңіздер, келесі шығарылым не туралы болсын. Жалпы неге бұл ютубқа уақыт тауып қалды деп ойласаңыздар, менің сабағым 4-ақ күн. Қалған 3 күн бос, осындай қалған 3 күн демалыста мен осындай нелермен, жобалармен айналысуға уақыт табамын. Месінше. Мақыл, бірінші семестрде қолым тимеді енді. Мен 5-ақ күн оқыдым ғой. Ендеше қош сау болыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Кеттік ал. Мынау ғимарат.